Сәлем баршаңызға. Бүгінгі мастер-класста біз осындай аяқ киімді тоқып үйренеміз. 1 жасқа толған және ең туылған сәбилерге арналған 21-22 размерлі аяқ киім. Кез келген размерге тоқсаңыздар болады. Тоқылу жолы бірдей, тек размерлерінде айырмашылық. Тоқылу осында астыңғы бөлігін тоқылуында айырмашылық болады. Оны суреттерін сіздерге беретін боламын. Бізге тоқу үшін осындай табан керек болады. Дайын тесіктермен бірге. Өте ыңғайлы, қалың, су өткізбейді. Осындай жіп мен ярнар джинс жібін қолданамын тоқуда. Және осындай астыңғы бөлігін тоқуға осы жерін төзімді, онша тозбайтын жіп, соны қолданамын. Ал бірінші біз осы табанды тоқып аламыз, айналдыра. Табанның жиегін алып шығамыз. 3 тесіктен әрқайсынан 3 рет іліп аламыз. Осылай өткізіп алдық. Сізді мұқият қараңыздар, осылай өткізіп аласыздар. Мен күрчөгімнің номерін айтпаппын. Күрчөктің номері 1 екен. Негізі 2,5 сондай болу керек. 1 болса кішірек болады ғой. Ал бастаймыз. Дұрыс көрсетіп жіберейін тағы да. Осылай өткізіп аласыздар. Іліп аласыз осылай. Жіпті. Осылай іліп аласыз. Тағы да ауада бір іліп аламыз. Осы жақсы бекітілу үшін. Міне, тағы да өткіземіз. 3 рет ілеміз дедік қой, әр тесіктен. Жіпті былай қазір тұра берсе де болады, соңында арасына бекітіп жібереміз. Үшеу аламыз. Үшіншісі. Тесігімізден 3 рет іліп аламыз. Үшінші тесігімізден 3 рет ілеміз. Енді екіншісі, үшіншісі. Бөлігіне дейін 2 кеуден іліп отырамыз. Осы жерге келгенде өзгереді тоқуымыз. 3 рет ілетін боламыз. Екі рет іліп шығамыз. Үшін белгілеп қойсаңыздар болады. Міне, осы жерге дейін 2 рет ілеміз.
деген жерге дейін 2 рет ілеміз. Енді мына 2 тесіктен 3 рет ілеміз. Осы 2 тесіктен 3 рет. Енді мына ортадағы тесіктен 4 рет ілеміз. Қарама-қарсы солай қайталанады. Осы 2 тесіктен 2 рет ілеміз. Мен 2 рет ілжеріппін. Кешіресіздер. Қателесіп кеттім. 3 рет ілеміз. Осы 2 тесіктен 3 рет ілеміз. 2 тен 3 рет ілеміз. Енді осы жерге дейін қалғанын 2 реттен іліп шығамыз әр тесікті. Соңына дейін. Біз осындай үстіңгі бөлігін бастаймыз. Ол үшін жиегін әдемі болып тұру үшін бірінші осы бетін тоқып аламыз. Тоқуды осы жерден бастауымыз керек болады. Рельефный накидпен тоқылады. Біз сол рельефный накидті тоқитын жерді бөліп алуымыз керек болады. Ол үшін үстіңгі жаңа 4-еу іліп алдық қой. Сол жерден 6 ұяшық санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне. Осы жерден белгілейміз, осы жерден бастаймыз. Және тағы 6 ұяшық қарама-қарсы беттен санаймыз. 6 тесікті. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне. Осы жерден рельефный накидіміз аяқталады. Осы жерден бастаймыз, осы жерден аяқтаймыз. Міне, осы жерден бастауымыз керек болады тоқуды. Жиегі әдемі болып шығу үшін осы жаңа тоқыған кезде пайда болған өрімдер пайда болды, осындай әдемі. Содан тек осы сыртқы бөлігінен іліп аламыз. Өрімнің тек сыртқа қарап тұрған бөлігін осылай жіпті ілеміз. Осы жібімізді аламыз, негізгі жібімізді осылай, тек сыртқы бөлігінен осылай іліп аламыз. Тек
мұқият қараңыздар, тек солай ілеміз. Мына сыртқы бөлігін аламыз, тек өрімнің сыртқы бөлігін. Осылай. Тоқып шығамыз. Осылай айналдырып іліп шығамыз. Тек мына осы сыртқы бөлігінен. Осы жерге дейін солай іліп шығасыздар. Ал өз беттеріңізше іліп көріңіздер. Бөлігін тоқып бастаймыз. Бірінші қатарды, яғни ауада 3 рет ілеміз. Осы жерге дейін столбик накидам әдісін қолданамыз. Ол үшін крючокқа жібімізді осылай орап аламыз. Содан соң тек қара жіптен ілуіміз керек болады. Розовый жіпті қалдырамыз. Осы қара жіптен ілеміз. Крючокқа жібімізді ораймыз. Міне. Мұқият қараңыздар, мына розовыйдан ілмейміз. Тұр ғой, тек қара жіптерден ілеміз ол. Міне. Бетінде қара тұр, мына видеодан анық түспей тұр. Сіздерден көрініп тұрады. Міне, осылай анық көрініп тұр.